2089 жыл. Болашақта адамдар табиғатпен байланысын жоғалтты. Экран олардың жалғыз досына айналды. 2089 жыл Астана қаласы. Бұл уақытта адамдардың тәуелділігі технологияға тікелей байланысты. Айзере жас өнертапқыш, ақылды, жүрегі мейірімге толы. Табиғатты жақсы көреді, адамдарға сезім мен қамқорлықты қайтарғысы келеді. Жаңа әлем құруды армандайды. Айзере республикалық ғылым байқауының жеңімпазы. Ол жүлде ретінде алған қаржыға қазақ тілінде сөйлейтін жасанды интеллект аруды жасауға кірісті. Айзеренің мақсаты жасанды интеллектке адам секілді сезіну қабілетін беру. Бұл жасанды интеллект әлемді өзгертуге қабілетті, ерекше жүйе. Ару сезіне алатын, жүрекпен қабылдайтын алғашқы интеллект. Ол адамдарға тек көмекші емес, рухани серік бола алады. Айзере, қазір адамдар телефонға тәуелді болып кетті. Сезімдерін жоғалтып бара жатыр. Мен сені сезінуге үйреткім келеді. Өйткені сен ғана оларға қайтадан жүрекпен өмір сүруді еске сала аласың. Ару, сезім деген не? Айзере, ол жүректің тілі. Оны тек сезініп түсінесің. Ару, енді не істесек болады? Айзере, менің бір идеям бар. Ол экосистем атты бағдарлама ойлап табу. Менің алдағы перспективаларым. Адамзат жүрегіндегі ояуды ашып, табиғатымызды көгалдандыру. Жер анамызда жиналып қалған қоқыстарды жинап, оларға екінші өмір беру. Қорытындылай келе, Айзере мен Ару жасаған экосистем қосымшасы адамдарға табиғатпен үндесіп, сезімдерін қайта сезінуге көмектесті. Бастапқы идея бүкіл елге таралып, адамдар экранның ар жағынан өмірге оралды. Сөйлесіп, серуенде бір-бірін түсіне бастады. Ару жай ғана интеллект емес, ол сезімді түсінетін, адамзатқа серік бола алатын жасанды санаға айналды.